Мына сайтты қолданып, сендер өздеріңе цифровой аватар жасап ала аласыңдар. Және де өздеріңді әр түрлі тілде сөйлете аласыңдар. Қазір сендерге пример көрсетемін. Көріңдер, өте қызықты болады. Subscribe to my legendary Telegram channel, Danishpan. Danishpan. Aquí usted aprenderá un montón de todo lo útil sobre Hakida juda kop foydali narsalarını bilip olasız. Tez orada kop odamlar mening ajoyib dar. Енді сендер Instagram түсірсеңдер, TikTok түсірсеңдер, қаншама студияға барып, отырып, свет қойып, камера қойып, қайта бір сөзді қайталап отырмайсыңдар, достар. Реально, мынау цифровой аватар деген, бұны бір рет қана өзіңді бір фонда или любой жерде, мысалы, жүріп келе жатып бір рет түсіріп аласыңдар. И сосын жаңағы мынау жасанды интеллект деген мына сайт, қазір сендерге көрсететін, сендерді жаттап алады, в общем, даже сендердің жестикуляцияларың ашын жаттап алады, сендердің мимикаларың ашын жаттап алады, представляете? И сосын сендерді любой тілде, сендерді сөйлете алады, даже сендердің мынау еріндерін жыбырлатқанына шейін қытайша болса қытайша жыбырлатып береді, и сенің дауысыңды салып береді. Сондықтан қазір мен сендерге осы видео инструкция, жарты сағаттық жаңағыдай видео инструкция салатын боламын. Көріңдер, үйреніңдер, біліңдер, бұны сендер үйреніп алсаңдар, қазір цифровой аватар жасап, сендер шынымен реально қаншама уақыттарын үнемдейсіңдер, рилс түсіруге. И сендер бұлай істеп, сендер көп табыс таба аласыңдар, потому что рилстар, тиктокты можно пилить. Просто текстін жазасың, соны оқып береді, короче, әртүрлі тілде қаншама тілдер бар, и постоянно дополняется қаншама тілдер. Сондықтан бұл жарты сағат сендердің өмірлерінде ең легендарный болады. Үйреніңдер, Міржақып атамыз айтқандай, білгенге қиын емес, кету байып дегендей, кет дегенше. Құрметті достар, мен сендерге қазір осы жасанды интеллектпен қалай цифровой аватар жасаймыз, соны көрсететін боламын. Мұқият тыңдандар, өте пайдалы ақпарат. В общем, достар, осы сілтемені мен осы телеграмда немесе инстаграм сториста шығаратын болам. В общем, екі жерге де шығаратын болам. Сендер міндетті түрде осы менің сілтемемен регистрация жасаңдар. Неге десеңдер, бұл менің реферальный сілтеме. То есть бұл сілтемемен сендер регистрация жасасаңдар, сендердің ештеңелерің кетпейді. Вам не трудно, а мне приятно деген сияқты. Сондықтан міндетті түрде менің сілтемемен регистрация жасайсыңдар. В общем, мына сайтқа басасыңдар. Бұл менің реферальный мен сілтемеме кіргенде, в общем, маған бір бонустар беріледі, ал сендерден ештеңе алынбайды. Сондықтан осы сілтемеме кіреміз. И сосын get started деген болады. Либо мына get started, либо мына get started, без разницы. В общем, басамыз. Басқаннан кейін қараңдар не болады. Сендерге сразу айтып қойайын. Сендер осыны мына сайтпен қолданып жатқанда телефондарыңды горизонтально ұстаңдар, жарай ма? Андай горизонтально ұстаңдар, в общем, егер горизонтально болмаса, мына жерде мынау тұр ғой, мынаны өшіп тастайсыңдар. Айфонда да бар, андроидта да бар бұл, чтобы жаңағы телефон нетілетіндей. И сосын ары қарай не істейміз, достар? Мысалы, мына жерде можно авторизоваться через Google, можно авторизоваться через Facebook, а мен, мысалы, Google мен авторизоваться етемін. В общем, Google-ға басамыз. И мына жерде кішкене загрузка болады. Сосын мына жерде мына жерде сендер Google мен изначально авторизованный болып тұрсаңдар, сендерде осы дайын тұрады уже осылай аккаунт. Егер не авторизованный болсаңдар, мына жерде логин, пароль жазып, Gmail мен, в общем, Google аккаунтмен кіресіңдер. И мінекей загрузка кетті. И бізде мынандай сообщение шығады. Мына сайт полностью ағылшынша, но бірақ кейбір браузерларда перевести деген бар. Бірақ та мынау, в общем, Google Chrome'ның өзі дұрыс переводтамайды. Өйткені мына сайтты переводтау қиын, но бірақ та, в принципе, бұл қазір көрсетемін. Переводчикта керегі жоқ сендерге. Мына жерде не деп жазылып тұр бізде? Пожалуйста, используйте версию для ПК дейді. Сондықтан мына жерде үш нүктеге басамыз. Сосын Google Chrome'да версия для ПК дегенге басамыз. Сол жерде компьютерный версиясы ашылады, и біз уже полноценно қазір осы жасанды интеллект осы сайтпен біз қолдана аламыз. Қазір загрузка болып жатыр, күтейік. Мына жерде мен уже пополнение жасап қойғам. Менде мына жерде 53 кредит бар. То есть 53 кредитқа мен 53 минуттық видео жасай алам. 1 минуттық видеоға, айтқанда жасанды интеллектпен қолданатын 1 кредит кетеді.
В общем, сендер регистрация жасағанда сендерде бір кредит болады, бір кредитті сендер қолдана аласыңдар, бірақ та онымен просто жай қолдана аласыңдар, андай жай мысалы андай басқа уже готовый аватарларды қолдана аласыңдар. Андай өздерің аватарларыңды өздерің видеоларыңды кіргізу үшін сендер пополнение жасау керексіңдер, но бұл жерде қымбат емес. Жаңа баға жағынан тоқталып кетсек, мына жерде кредит деген бар, мына жерде міне осы кредит дегенде сендер бір деп тұрады, upgrade дегенге басасыңдар. И сосын мынау ежегодный, мынау ежемесячный. Осыған басасыңдар ежемесячныйға. И сосын мына жерде 15 кредит, 30 кредит, 60 кредит алуға болады. Мысалы, сендер 15 кредиттен бассаңдар болады. То есть бұл жерде чем дороже алсаң, тем выгоднее деген понятие жоқ бұл жерде. Сондықтан 15 кредиттен бассаңдар болады, бағасы $29. $29 енді сендер санай беріңдер. Бір мысалы 10 долларың 4500 теңге болса, 30 долларың қанша 9000, 13500, ну примерно 13500, 13600 теңге болады в общем. В общем, жаңағы ана алатын кезде мына жерде get started деп пополнять еткен кезде басасыңдар, мына get started деп мысалы. И сосын сендерде мынандай в общем мына checkout script.com деген платежный системаға жаңа ауыстырып жүреді. Бұл в общем жаңағыдай проверенный платежный система, сондықтан сендер одан жаңағы қорықпай қойсаңдар болады. Бұл жерде бәрі былай айтқанда защищенный. И сосын мына жерде қараңдар, мына жерде картамен төлеуге болады. Сосын кэш-ап деген бар, бірақ та ол бізде Қазақстанда недоступен, бұл Америкаға арналған. Сосын банковский счет США бұлда керегі жоқ бізге, потому что в общем біз картамен ғана төлейміз, бұл ежемесячный подпискамен. Мына жерге как обычно картаның данныйларын жазасыңдар, мына жерге год, мына жерге CVV-ді жазасыңдар, карта жазылып тұрған имя, фамилияны жазасыңдар. Мына жерде Қазақстан, почтовый индекс, мына жерге вообще супер рандомный, мысалы любой қаланы, любой адресті, былай айтқанда өтірік адрес жазасауға болады. Бұл ешқандай принципиально бір жерде не жоқ, необходимость жоқ. И сосын қазір мынаған птичка қоймаймыз. Сосын мынағанда птичка қоймай қойға болады, чтобы жаңағы сендердің данныйларыңды сақтамайтындай. И все, подписаться дегенге басасыңдар, все, болды. Подписаться дегенге басқаннан кейін сендерден $29 шешіп алады. И в общем бұл жерде ай сайын $29 шешіп алып, сендерден шешіп алып отырады. И сендерге 15 кредит береді. 15 кредитіміз ол 15 минуттық видео. Потом если что тарифтарында өзгерте салсаңдар болады. В общем мына жауып тастаймыз қазір. Мына жерде тағы да қандай тарифтар бар. Мына жерде мысалы біздің алатын тариф креатор деген тариф. Изначально крестный сендерде free деген болады. Одан кейін жаңа подпискаға осында креатор деген бар, тим деген бар. Так, мен мына жерде паузаға қойып, әдейілеп мына 4-ші тарифті изучать алдым. Бұл 4-ші тариф Enterprise деген тариф екен, и бұл предприятие деген тариф. То есть сендерге бұл тариф вообще керек емес. Бұл үлкен компанияларға, үлкен компаниялар сотрудничествокенде оларға индивидуальный, жаңа өйткені олар по-крупному закупать етеді ғой, сондықтан оларға индивидуальный, в общем, услугалар предлагать етеді. Бұлар сендерге керегі жоқ. В общем, мен екі тариф, основной біз осыны таңдаймыз, осы тарифті. И в общем давайте қайта Хейген деген сайтқа кірейік. Мынаны жауып тастап, біз қазір қайтадан сілтемені басамыз. Біз қайта Хейгенді шығамыз. Қазір бағанағы процедураны қайталай салайық. Сендерге сразу айтайын, негізі компьютер болса, компьютермен более легче. Просто мен уже үйреніп алғам да, мен телефонмен де істей беремін. Сондықтан, если қазір сендерге айтам, если компьютер болса, компьютермен, конечно, будет легче, но, в принципе, телефонмен істей беруге болады. Телефонда, в общем, қараңдар. В общем, вы авторизовались, сендер пополнение жасадыңдар, мына жерде сендерде 15 кредит болады, и не істейміз одан кейін. Одан кейін біз мынаны басамыз, видео аватар деген басамыз, то есть біздің видео аватарымыз. И мына жерде біз нені таңдаймыз? Мына жерде сендер таңдай болмайды, мен уже создавать етіп қойған бұндайлар. Сендер мына жерде instant аватар деп тұр ғой, мына осыған басамыз, create instant аватар, создать instant аватар. И сосын осында жігіттің әңгімесі шығады. Бұл жігіт ағылшынша сөйлейді, сондықтан сендерге мен қазір сразу орысша переводын қосып қоятын боламын.
сразу мына жерде 3 рет сөйлейді, сол 3 рет сөйлегенде жаңағы несін в общем осы жерге қыстырып қоятын боламын, жаңағы уже несімен, переводымен. Hey guys, Сол видеоны мұқият тыңдап шығыңдар, міне қазір осы жерде пайда болады. Привет, ребята! Я Джошуа, соучредитель и генеральный директор компании Heygen. Давай я покажу тебе эти два видео, а ты скажешь мне, какое из них создано искусственным интеллектом. На заре компьютерного программирования в Гарвардском университете в 1947 году произошел важный исторический эпизод под названием «Грейс Хоппер и жучок». Ладно, это может показаться безумием, но оба видео созданы с помощью моего аватара с искусственным интеллектом. Ты можешь создать свой собственный, если будешь следовать приведенной ниже инструкции. Тебе потребуется всего 5 минут, чтобы получить такой же высококачественный аватар, как у меня. Так что нам нужно всего 2 минуты видео с твоими разговорами. Ты можешь говорить о чем угодно на любых языках. Есть 6 вещей, на которые тебе нужно обратить внимание. Во-первых, ты можешь использовать либо мобильную камеру, либо профессиональную при условии, что снимаешь с разрешением 1080p. Во-вторых, что касается фона, то тебе следует позаботиться о хорошем освещении и о том, чтобы фон выглядел красиво. Фон твоего аватара будет выглядеть точно так же, как и отснятый материал. 3 года встань в позу. Ты можешь стоять или сидеть, но постарайся не менять позу во время записи. 4 года все очень просто. Постарайся смотреть прямо в камеру и не отводить взгляда ни на что другое во время записи. 5 лет сделай паузу. Постарайся, чтобы у тебя была 1/2 пауза между каждым предложением, и старайся держать рот закрытым между каждой паузой. 6 жест. Не используй никаких указательных жестов. Постарайся сделать общий жест, как я, и не опускай свой жест ниже уровня груди. В следующий раз я включу свой 32-й видеоклип, просто для справки. Ты можешь посмотреть, как я это делал на моих записях. Привет, ребята! Сегодня я расскажу о том, как мы проводим съемку за кулисами. Как вы можете видеть, я стою перед камерой. Сейчас в Лос-Анджелесе воскресенье, 4 часа дня. Я просто смотрю в камеру. И последнее, есть один совет, который лично я считаю очень полезным. Представьте, что вы на самом деле показываете видео с обновлениями продукта своей аудитории и передаете это сообщение на камеру. Если у вас что-то не получится с первого раза, то вы вообще останетесь без роли. С помощью Instant Avatar вы можете менять аватарку столько раз, сколько захотите, и это совершенно бесплатно. Давай попробуем. Я так взволнован тем, что ты собираешься создать свой первый анимационный аватар на Heygen. Нам нужно всего лишь 2-минутное видео, где ты разговариваешь, чтобы обучить наш искусственный интеллект. В обучающем видео ты можешь говорить о чем угодно на своем родном языке. У меня есть несколько рекомендаций, как сделать твой аватар максимально совершенным. Во-первых, ты можешь использовать мобильную камеру или профессиональную фотокамеру, если снимаешь с разрешением 1080 пикселей. Во-вторых, что касается фона, ты должен убедиться, что у тебя хорошее освещение и красивый фон. Фон твоего аватара будет выглядеть точно так же, как на твоем обучающем видео. Постарайся избегать движущихся теней и громких фоновых шумов. 3-я позиция. Ты можешь идти пешком, в своей машине или в любом другом месте. Просто следи за тем, чтобы рот объекта всегда был внутри. 4-й. Постарайся смотреть прямо в камеру и никуда не отводить взгляд во время съемки. 5-й класс делает паузу. Постарайся сделать так, чтобы между каждым предложением была 1/2 пауза, и старайся держать рот закрытым между каждой паузой. 6-й. Сделай жест. Не используй никаких направленных или указывающих жестов. Попробуй изобразить общий жест, как я, только не поднимай его выше уровня груди. Далее я включу короткий отрывок из моей оригинальной записи, просто для справки. Ты можешь посмотреть, как я записывал свои кадры. Как ты можешь видеть на этих оригинальных кадрах, я стою перед камерой. Сегодня солнечный день, в Лос-Анджелесе 4 часа дня. И, наконец, есть один совет, который лично я считаю очень полезным. Представьте, что вы на самом деле рассказываете своей аудитории об обновлении продукта и передаете это сообщение прямо в камеру. Если у вас что-то не получится с первого раза, не беспокойтесь. С помощью Instant Avatar вы можете менять аватар столько раз, сколько захотите, и это совершенно бесплатно. Давай попробуем, и мы привнесем в тебя волшебство. И, в общем, жаңағы видеоны көріп шыққаннан кейін, міне, сендер көріп шықтыңдар, get started дегенге басамыз. Сосын бізде 2 вариант бар, жаңағы видеоны создавать ететін 2 вариант бар. Біреуі still, біреуі motion. То есть still деген ол обычный, а motion деген ол сен типа өзіңді далада келе жатып түсірсең, сенің, короче, видео аватарың далада келе жатып, в общем, жаңағындай сөйлейтін болады. Но біз по классике, в общем, жаңағы біз сендерге осыдан бастауға болады. Бізге негізі керек осы. Сондықтан біз не істейміз?
стил дегенге басамыз, мына жігіт шығады бізде, жаба саламыз бұны. И сосын мынаған басамыз, в общем. Сосын next-қа басамыз. И сосын біздің заранее түсіріп қойған видеомыз бар емес па? Біз заранее түсіріп қойған видео, в общем, біз заранее, біз 5 минуттай, 5 минут, 3 минуттан 5 минутқа дейін өзімізді видеоға түсіріп қою керекпіз біз бар ғой. Сендер жаңағы видеоларды көріп шыққанда уже түсіндіңдер ғой, ол видеолар жаңағыдай қандай болу керек екенін. Мысалы, мен мына жерде мен өзімді былай алдым да, былайдан қойып қойдым да, просто сөйледім. Жаңағы 3 минуттай осылай тоқтамай сөйледім, бүйтіп, в общем, жестикулировать етіп. Самое главное сөйлегенде, сендердің иықтарың шығып кетпеу керек, былай шығып кетпеу керек. В общем, сендер осылай отыру керексіңдер и сөйлеу керексіңдер 3 минуттан 5 минутқа дейін. Ну, чем длиннее, тем лучше, но 5 минуттан асып кетпеу керек. Сөйлесіңдер, желательно жаңағы петличкамен сөйлесіңдер дұрыс болады. Ну, өйткені мына жерде мысалы жаңағы жаңғырық болса, сендердің аватарларың жаңғырықпен сөйлейтін болады. В общем, менде мына жерде видео бар уже. Мен түсіріп қойған видеом қазір. Сәлем. Мінекей, мынау менің заранее түсіріп қойған видеом. Менің есімім Шыңғыс Сейсенбаев. Мен сендерге қазір YouTube-тан қалай ақша табамыз, сол жайлы айтып. В общем, короче, былай ғой, мына жерде сендер, в общем, 3 минут емес. В общем, жаңағы 2 минуттан 5 минутқа дейін сөйлеу керексіңдер. И қараңдар, мынаған басып, сендер өздерінің уже заранее түсіріп қойған видеоларың бар емес па? Заранее түсіріп қойған. Жаңағы ол видеоның ұзындығы, жаттағандаршы, 2 минуттан 5 минутқа дейін. То есть 2 минуттан 5 минутқа дейін. Жаңа бас жағында жаңағы 3 минут деп мен, кажется, айтып қойдым ғой деймін. 3 минут емес, 2 минуттан 5 минутқа дейін болу керек. Сондықтан осыған басамыз. Сендердің заранее дайындап қойған видеоларыңды таңдаймыз осы жерден. Мынаған басып, browse local filesқа басып. Менде мысалы мына жерде заранее түсіріп қойған видеом бар. Менде Шыңғыс Сейсенбаев. Ой, қазір. Келдім. Бер. Желательно петличкамен түсіріңдер, достар. Чтобы эхо болмайтындай. Ну, петличка болмаса, жай телефонға сөйлесіңдер болады. Самый главный, иықтарың, қолдарың шығып кетпесін мына жерден. Вертикально, горизонтально түсіруге болады негізі. Самый главный, чтобы сендердің бет пішіндерің, сөйлеп жатқан сөздерің жаңағыдай көрінсе болды. Мына жерде қараңдар, достар. Мына жерде менде качество 4К деп тұр. Осылай 4К мен түсіріп алыңдар негізі. 4К мен түсіріп алыңдар, чтобы сендерді максимально реалистично сендерді и жаңағындай искусственный интеллект распознавать ету үшін. Бұл 4К-ны қазір қабылдайды. Жаңа сендерге тариф туралы айттым ғой, ол тариф деген ол отдельно. Который қымбат тариф деген ол жерде 4К-да сақтау деген сөз. А біз 4К-да загружать етеміз. Сондықтан сендер хоть жаңағындай креатор деген тариф болса да 4К-мен загружать ете аласыңдар. В общем, мен заранее түсіріп қойған видеоларың болсын. И сосын сол видеоны мынаған басамыз. Browse local files. И сосын медиатекадан мен қазір таңдап алам. В общем, мен медиатекадан тауып алдым бұл видеоны. Осы видеоға басам. Готово дегенге басам. И сосын мына жерде қараңдар, мына жерлерге птичка қойып шығам. Наған қосам, наған қоям. Осылай жаңағындай птичкалар қойып шығам. Так, мына нәрселер бізге керегі жоқ. Мынау, короче, жаңағындай типа сендердің задний фондарын кесіп тастау, а мынау 4К-да сақтау деген сөз. Бұлар бізге керегі жоқ. Потому что бізде креатор деген тариф, бұлар бізге особо керек те емес. Так, сосын мына жердегі нәрсе бұл, короче, бұның мағынасы сохраните окружающие звуки моей записи.
То есть мысалы сендерде закадровый голоста мысалы сен сөйлеп жатсың и арт жақта бірдеңе бір птичканың дауысы шығып қалса я торғайдың дауысы или бірдеңе құлап қалса деген сияқты сондайларды сақтап қоятын болды. Сондықтан мынаған короче птичка қойып керек емес, потому что мынау искусственный интеллект өзінің сондай несі бар. В общем, он старается максимально убрать лишние шумы и сендердің дауыстарыңды ғана сақтап қалуға. Но вы стараетесь, конечно, чтобы там было без лишних шума, жаңағыдай ешкім естімейтін. В общем, не шумный жерде жаңағыдай записьті түсіруге. В общем, басамыз. Сосын так қазір мына жерде мынаған басайық. Қазір загрузка болады, загрузка күтеміз. В общем, менің видеом загружать етіп жатыр ғой. Сам бит дегенге баса салайық. Менің видеом жүктеліп жатыр деген сөз. Твое видео загружается дейді. Мына жерде мен қазір видеом загружать етіп жатыр. Қазір в общем бәрін по порядку сіздерге көрсететін боламын. Что пауза қойып қоямын. В общем, мынау менің создавать етіп жатқан уже үшінші аватарым. Сондықтан сендер бірінші рет создавать етіп жатасыңдар ғой, осы цифровой аватарды. Сол кезде сендерде проверка деген болады. Жаңағы мен видеоны загружать еттім ғой. Видеоны загружать еткеннен кейін докажите, что это точно вы деген шығады. Сол туралы сендерге жаңа айтуға ұмытып кеттім. В общем, қазір айтайын. И сосын сендер жаңағы даға басасыңдар, и в общем жаңағы веб-камера қосылады. Мысалы, короче, сендер ноутбукпен сендер веб-камера қосылады, егер компьютермен сендер, телефонмен сендер, мына жерде камерасы қосылады, и сендерде мынандай текст шығады, короче. Сендер сол текстті сендер оқып шығу керексіңдер. Я такой-то, я такой-то такой, Чисисимович Чингиз, я типа разрешаю использовать мои видео в качестве цифрового аватара, даю право Хейгану, чтобы он использовал деген сияқты. И сосын сендерде төрт цифрлық код болады, сол кодты айтып шығу керексіңдер. Сол кодты айтқанда ол кодты ешкімге айтпау керексіңдер, короче. Сол кодты жаңағындай айтқанда жаңағы Хейган убеждается, что это точно вы. В общем, сендер қазір сол туралы айтайын. Қарандар, сендер именно соны телефонмен істеп жатқанда именно текст тұрады, осы жерде былайынан тексттер тұрады, и код симай қалады постоянно жаңағы. Сол симай қалса, бүйтесіңдер, мынаны басасыңдар. Сосын изменить масштаб текста дегенге басасыңдар. И сосын минус дегенге басасыңдар мына. Сендер осылай істегенде, в общем, жаңағы былай минусовать еткенде жаңағы код көрінетін болады сендерге. Мына жерде астында симай тұрған код былай код жаңағы 4-значный код осылай шығады, сендер соны оқи аласыңдар. Солай бірінші рет істегенде сондай ол авторизацияны жаңағындай авторизацияны бір рет қана істелетін нәрсе, оны бір рет қана істейсіңдер, и сосын болды. Одан кейін следующий раз өздерінің түрлерімен істегенде ондай подтверждение сендер сұрамайтын болады. Все, мына жерде мына твое видео был загружен дейді, короче. Мына, в общем, осылай жазылып тұрады мына жерде сендерге қазір. Чтобы вам все было понятно, мен сендерге даже мынаны бәрін мысалы сразу переводын қарай салайық. Мысалы, ваше видео загружено дейді. Ваш мгновенный аватар создается и будет готов вместе через несколько минут. Мы уведомим вас по электронной почте, когда он будет готов. В общем, міне алдында мен уже создавать еткен, сол кезде где-то 3 минуттың ішінде создавать етіп тастады. Сосын даун дегенге басамыз и күтеміз. И осы жерде біз енді қазір видео аватар дегенге басқанда қазір бізде қазір шықты ма екен? Қазір обновлять етіп көрейік. Так, біздің аватарка загружать етіліп бітті. В общем, обрабатывать етіліп. Примерно 5 минут уақыт алды. Оказывается, 1-2 минут емес, кейде 5 минутқа шейін алады екен. Өзі загрузкасы көрініп тұрады. Қазір біз мынаған басамыз. Go-ға басамыз. Сол кезде біздің страничкамыз обновлять етіледі. Мына жерде CL дегенге басамыз. Сол кезде біздің аватарымыз шығады мынау. Осылай загрузка болып жатқанда өзі осылай ақырында былайынан
жаңағы загрузка кете береді в режиме реального времени қадағалауға болады екен, оказывается. Міне мынау менің видеом, и енді қараңдар, мен осы check in outқа басам. Hey, Міне Chingiz, типа your Instagram поздравляем account is дейді, ready. мына жерде. Try creating videos with it. Also, click the feedback button to share what you think. Hope you enjoy. Мына жерде мені сөйлеткісі қойған, это твой цифровой аватар деп кәдімгідей. Next-қа басамыз. Next. Get ID. Сосын create which iStudio. И соотношение таңдаймыз. Допустим, мынаны. И мына жерде мен осы аватарға любой нәрсені сөйлеткізе аламын. Любой нәрсені айтқыза аламын. Допустим, қазір мысалы скриптқа басам. Скрипт деген мына жерде. И осы жерге мен қойды ағылшынша жазсам, ағылшынша сөйлейді. Қытайша жазсам, қытайша сөйлейді. Түрікше жазсам, түрікше сөйлейді деген сияқты ғой. Мысалы мынаны басам. Мынаған. Welcome to the new era of video creation with HeyGen. Simply type your script to get started. И мысалы мына жерге мен қазір бір орысша сөз жазам. Допустим, привет. Я мысалы представляю вам мой новый продукт. Мысалы плейға басамыз. Привет, я представляю вам мой новый продукт. Міне, в общем, мына жерге любой текстті жазып, заранее, ну, слушай, мына тыңдағанға ешқандай ақша кетпейді, кредит кетпейді, просто заранее тыңдап алуға болады. Мына сендердің дауыстарыңды жаттап алады да, синтезировать етеді. Короче, сендерге бар ғой, айтуға ұмытып кетіппін. Сендер бар ғой, ең басында, мысалы мен уже создавать етіп үшінші аватарым мынау бар ғой. Енді қараңдар, мысалы, привет, я представляю вам мой новый продукт деп, мысалы, мен осыны қазір енді, допустим, осыны қазір мен синтезировать етем десем, мен аламын да, мынаны самбит дегенге басам да, синтезировать етем. Ну, в общем, жаңағы видео где-то бір 2-3 минуттың ішінде дайын болады. Мысалы, мен мына жерге қазір бір ұзағырақ бір текст жазайын, допустим, какой-нибудь, чтобы вам наглядно продемонстрировать, да, и сосын сендер көрсететін боламын. Так, в общем, қараймыз. Мен мысалы мына жерге аламын да, бір цитата қоя салам. Ну, мысалы, бір цитата емес, в общем, бір ағылшынша цитата, оның орысша переводы, потом мынандай бір длинный сөз, короче. И сендерге қазір көрсететін болам, как это будет. Заранее тыңдап алуға болады, маған басып, мысалы, и если нормально болса, так, саламыз да, біз бұны уже нетеміз. Ну, в общем, сақтаймыз қазір. Қазір, мысалы, давай тыңдап көрейік, бірінші қалай шыққанын. Fake it till you make it. Притворяйся, пока у тебя это не получится. Удачливый человек – это тот, кто четко определяет свои цели и движется к их достижению, несмотря ни на какие внешние раздражители. Наполеон Хилл. Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. В общем, мына сендерде мынандай самбит деген есе көрінбей тұрса, телефонды былай бір аударасыңдар да, былай бір аударасыңдар, сол кезде шығады, короче. Осыған басамыз самбитқа. И сосын менде мына жазылып тұр, сенен 0,5 кредит алынады дейді. Өйткені мынау где-то 30 секундтық видеодай болады, пока ананы сөйлеген. И самбитқа басамыз. И submitting деп шығады. И загрузка кетті. Мына pending деп тұрады, ожидание деген сөз. И мына 4% ready деп тұрса, бұл типа загрузка жүріп жатыр деген сөз ғой. Типа ready деп айтады ғой, типа қазір басталады деген сияқты. Ну, в общем, қазір пауза қойып қойын. Сосын сендерге конечный результатты көрсетейін. Так, мінекей где-то 3 минуттай өтті, 3 минуттан дайын болды. Мына видеоны басайық, көрейік ал.
мына видеода субтитрларды қосып қоюға болады дейді мына жерде, если что. В общем, бізге скачать етіп керек қой, ең бастысы. Міне, именно 4К-да скачать ету үшін бізде жаңағы более дорогой тариф болу керек. Жаңа сендер көрсетті ғой, біз креатормен қолданып отырмыз ғой, и более дорогой тариф керек екен мынаны қолдану үшін. В принципе, бізге 1080, то есть HD деген формат бізге как бы вполне хватит. Біз Инстаграмға саламыз, сол жерде 4К деген даже керек емес. Сондықтан мысалы, или TikTok. Мысалы, download оригинал видео деп басамыз, и мына жерде бізде скачать деген шығады, скачатқа басамыз, и ал көрейік, ал енді қалай шыққан, не шыққан. Міне, сохраненные файлы. Міне. Fake it till you make it. Притворяйся, пока у тебя это не получится. Удачливый человек – это тот, кто четко определяет свои цели и движется к их достижению, несмотря ни на какие внешние раздражители. Наполеон Хилл. Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма. Уинстон Черчилль. Мінекей достар, міне, мынау менің цифровой аватарым сөйлеп тұрған. Ағылшынша да сөйлейді, орысша да сөйлейді. Міне осылай, міне, в общем, былай айтқанда барлығы осылай істеледі. Осылай, менің жестикуляциямды копировать етіп алды. И алтыда менің даже сөйлеп жатқан, мен даже движение губ дейді ғой, ауыздың қозғалғанына шейін даже жаттап алды. Мына жерде освещение әрине аздау, егер сендер кішкене нормальный мынадай более-менее освещениемен түсірсеңдер, кольцевой лампа деген сияқты, онда еще больше, еще лучше качественнее шығады. Сондықтан сендерге как для пример көрсеттім. Достижению, несмотря ни на какие внешние раздражители. Наполеон Хилл. Успех. Мінекей достар, барлығы осылай істеледі, в принципе осылай. Егер де түсінбей жатсаңдар, осы телеграмда комментарийда астында жазыңдар. Жаңағы кімде-кім түсінбей жатыр. Егер де сендер менің рефералдарым болсаңдар, мен сендерге жаңағы жауап беретін боламын. Сондықтан все, барлықтарыңа жаңағы менің осы сабағымды көргеніңе рахмет. Сұрақтарың болса қойыңдар. Все, барлықтарыңа ассалаумағалейкум.